Қызылордада конституциялық реформаларды қоғамда кеңінен түсіндіруге бағытталған маңызды жиын өтті. Достық үйінде облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы ғылыми сарапшылық топ мүшелері бас қосып, алдағы республикалық референдумның маңызы мен ел дамуына ықпалын талқылады. Жиынның негізгі мақсаты 2026 жылғы 15 наурызда өтетін республикалық референдумды қолдау және халық арасында оның мән маңызын кеңінен түсіндіру. Іс-шара барысында облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы ақсақалдар кеңесінің төрағасы Нұрмұрат Ерманов сөз сөйлеп, ел бірлігі мен қоғамдық тұрақтылық кез келген реформаның табысты жүзеге асуының басты кепілі екенін жеткізді. Сондай-ақ референдум халықтың ел болашағына қатысты маңызды шешім қабылдауына мүмкіндік беретін саяси қадам екенін айтты. Соңғы жылдары елімізде біраз саяси науқандар орын алғаны белгілі. Биылғы жылдың басында өңірімізде ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысы өткізіліп, өзінің миссиясын аяқтады. Бірақ жиынтық миссиясын алдағы уақытта конституциялық реформадан кейін ұйымдық, яғни заң шығарушы қызметін бастайтын болады. Демек, бізге үйреншікті 2 палаталы парламенттен 1 палаталы құрылтайға ауысамыз деген сөз. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, филология ғылымдарының кандидаты Майнұр Бөрібаева референдумның ғылыми қоғамдық маңызына тоқталды. Оның айтуынша, мұндай саяси үдерістер құқықтық мәдениетті арттыруға және азаматтық жауапкершілікті нығайтуға ықпал етеді. Осы конституцияда білім мен инновацияға бір үлкен мән беріліп отыр. Бұрын жоқ болған бұл бап, одан кейін цифрландыру барлық саланы. Енді бұл жерде білім мен инновацияны неге именно конституцияға енгізген деген енді сұрақ тумас. Әлемде бүкіл мемлекеттердің бәрінде жаңағы білімнің арқасында, білімді жастар, білімді елдің арқасында, одан кейін ғалымдардың жасалған инновациялар мен ғылыми жаңалықтардың арқасында ел көгереді, ел өркендейді, одан кейін үлкен әлемдік бәсекелестікке қол жеткіземіз. Жиын барысында университеттің комплаенс офицері, дінтану магистрі Әлібек Жаппасбаев қоғамдағы келісім мен тұрақтылықты сақтау үшін әр азаматтың белсенді ұстанымы маңызды екенін атап өтті. Ал қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының орынбасары философия докторы Дәулет Омаров ақпараттық түсіндіру жұмыстары алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасатынын мәлімдеді. Жаннұр Мұса, Ержан Смағұл, 77 Ньюс.